Ал емді бастадық, денені бостап отырамыз. Лайк басып тіркеліп қоямыз. Күнде ем бұйырса жүреді. Негізі қызыл ақ киімде отқан кісілер көп екен. Негізі терезеге жақын жерде отқан кісілер көп болады. Иә болса иә, жоқ болса жоқ деп жазуды ұмытпаймыз. Ем шифалы болсын. Мына көбісінде ызғылас көз тіл отбасына көп екен. Өйткені 2 жылдан бері шығын көп болып, отбасына көп сөзге келу, ренжу көп болып отыр. Бой тазарып ем болсын. Денеден бір шымырлау сезу, ыссы леп сезу болса жазып отырамыз. Аяқ буындарына қарата ем кетті. Аяқтан ыссы леп сезген болса жазып отырамыз, достар. Мына ұйқы бездеріне ем жүріп отыр. Байқайтын болса, мына сол жақ қабырғасы түсті. Ем шифалы болсын. Осы неден кейін, емнен кейін ақ матамен ішті байлап жатуды ұмытпаймыз жататын кезде. Алған демге ем болсын деп. Не түс көресіздер жазыңыз комментарияға. Бұйырса. Артық салмақтар, жүрек қысылу, көп жүрек қысылатын кісілер көп екен. Дем жетпей қалу міне. Көбісінде что-то жүрекке келіп тұрып қалды. Кекіру болуы демек көбісінде. Кекіру болған кезде жазамыз, достар. Ем болсын, мына көбісінде жұмыста көре алмайтын дұшпандары көп екен. Осы емнен кейін мына дұшпандардың келген зияндары болса, ем болсын. Жауырыннан қазір ыссы леп сезіп отырмыз, шымырлау. Көбісінде арқа көп құрысып ауырады, жауырын көп шаншу, сондай нәрсе түсті. Жауырыннан ем жүргізіп отырмын, достар. Комментарияға бірден 7-ге дейін жазуды ұмытпаймыз. Әкелеріңіздің өздеріңіз аттарыңызда ниеттеріңіз жазыңыздар. Сол ниетін жазған адамдардың ниеті қабыл болсын. Лайк басқан жандардың берекет, табыс, кірістері мынау көбейсін осы емнен кейін. Мынау өткен көздер болса шешілсін. Байлаулар көп екен негізі. Көбінесе өзі байланып қалған, көп ренжу, күнделікті тірліктен жалығу, солай көп байланып қалған кісілер көп екен. Мына көбінесе бір аяқ көбінесе қақсап барады екен. Сол адамдардан көп ем жүріп отыр. Қара шайды көп азайтсын сосын. Ем болсын. Эфирға кіруді ұмытпаймыз. Күнде ем жүреді, тіркеліп аламыз. Лайк басуда осы видеоны сақтап қойып ұмытпаймыз. Сақтап қойсаңыздар, сіздерге табу, іздеп жүру қиын болмайды. Қайта бұйырса алып отырсаңыздар, осы 7 күн хотя болса емді. Сосын 3 күн демаласыздар. Ем болсын.